Сәлеметсіздер ме, студенттер? Ең бастысы үйде болыңыздар. Ал назарларыңыз бізде болсын. Кәсіби қазақ тілі сабағының тақырыбы Қазақстан Республикасының кәсіби мерекелері, сөздіктің түрлері. Бүгінгі сабақтың смарт мақсаты. Сөздікпен жұмыс жасай аламыз. Сөздіктің түрлерін ажырата аламыз. Қазақстан Республикасының кәсіби мерекелерін білеміз. Оқылым, айтылым, жазылым, сөйлесім бойынша жұмыс жасай аламыз. Сабақтың мақсаты Қазақстан Республикасының кәсіби мерекелерімен танысу, білу, өз мамандықтарына арналған кәсіби мерекелерді ажырата алу, қазақ тіліндегі сөздіктің түрлерімен таныса отырып, күнделікті өмірде қолдана білу. Күтілетін нәтиже: жаңа тақырыпты меңгереміз, берілген ақпараттардан ой түйіндеп, қорытынды жасай аламыз, жаңа сөздерді есте сақтап, өз ісімізде үйренеміз. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийі 4 дескриптордан тұрады. Бірінші, кестемен жұмыс 1 балл, суретпен жұмыс 1 балл, жұптастыру 1 балл, мәтінмен жұмыс 2 балл. Қазақ елі ежелден тарихи оқиғалар мен салт дәстүрімізге байланысты көптеген мерекелер тойлап келеді. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ата заңымызға сәйкес ұлттық мерекелер, мемлекеттік мерекелер, кәсіби мерекелер атап өтілетін болды. Ұлттық мереке дегеніміз Қазақстан мемлекеттігінің дамуына елеулі ықпал ететін, ерекше тарихи маңызы бар оқиғалардың құрметіне Қазақстан Республикасында белгіленетін мерекелер. Бұл мерекелерді мейрамдау кезінде үлкен ресми іс-шаралар өткізіледі. Мысалы, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Мемлекеттік мерекелер қоғамдық саяси маңызы бар оқиғаларға арналған. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары дәстүрлі түрде атап өтетін мерекелер. Мемлекеттік мерекелерді мейрамдау кезінде де ресми іс-шаралар өткізілуі мүмкін. Мысалы, 22 наурыз Наурыз мерекесі, немесе 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Кәсіби және өзге де мерекелер. Ұлттық және мемлекеттік мерекелер мәртебесі берілмеген, азаматтардың жекеленген санаттар атап өтетін мерекелер. Мысалы, 7 мамыр отан қорғаушылар күні, 1 қыркүйек білім күні. Мерекелік даталардың тізбесін Қазақстан Республикасының президенті белгілейді. Ал енді мамандықтарыңызға арналған кәсіби мерекеге байланысты бейне жазбаны қабыл алыңыздар. Ты как контакты подгоняешь? Ты что, не видишь, что напряжение совпадает? А? Ну-ка дай. Уйди. Уйди, раз напряжение ничего не понимаешь. Что же ты, морда, не предупредил, что она у тебя под напряжением? Божественную плоть. День энергетика, праздник святой, нашей профессии важной такой. Мы зажигаем над миром огни, и никогда не погаснут в инфе 20 адресами великой
зажигаем над миром огни, и никогда не погаснут они. На ветках в декабре день краток, ночь длинна, нам по плечу любые бастионы, днем этим наша дружба скреплена. День энергетика, праздник святой, нашей профессии важной такой. Мы зажигаем над миром огни, и никогда не погаснут они. Өз мамандықтарыңызға арналған бейне жазбаны көрдіңіздер. Қазақстан Республикасында осындай заңмен бекітілген 46 кәсіби мереке бар екен. Солардың бірнешеуін назарларыңызға ұсынайын. Геологтар күні, сәуірдің алғашқы жексенбісі. Металлургтер күні, шілденің 3-ші жексенбісі. Құрылысшылар күні, тамыздың 2-ші жексенбісі. Шахтерлар күні тамыздың соңғы жексенбісінде тойланады екен. Бүгінгі сабағымыздың сөздігімен танысайық. Безендіру, украсить, to decorate. Құттықтау, поздравлять, congratulate. Кәсіби мереке, профессиональный праздник, professional holiday. Әр мамандықтың мерекесі, праздник каждой профессии, holiday of every profession. Құрметті студенттер, дәптерлеріңізге сөздікті жазып алыңыздар. Құрметті студенттер, сіздер өздеріңіз білесіздер, біз әр сабағымызда сөздікпен жұмыс жасаймыз. Енді бүгінгі біздің лексикалық тақырыбымыз осы сөздіктерге арналады. Жалпы сөздік дегеніміз не? Соған тоқталайықшы. Сөздік жеке тілдің сөздік құрамының, әлеуметтік топ диалектісінің, жазушы шығармаларының лексикалық жиынтығы. Немесе тілдегі сөздерді, сөз тіркестерін, идиомдарды әліпби негізінде, немесе тақырыптық тұрғыдан жүйеге түсіріп, олардың мағынасын ашатын, аудармасын түсіндіретін анықтамалық құралмасы. Сөздік кітап болып басылып шығуы да мүмкін, немесе қолжазба ретінде көшіріліп тарауы да мүмкін. Сіздер әр сабақта терминологиялық, аударма, анықтамалық, түсіндірме сөздіктермен жұмыс жасап келетінімізді білесіздер. Алайда қазіргі заманда компьютер мен интернеттің пайда болуымен электронды сөздіктердің басымдылығы айқын болып келеді. Сөздіктің қысқаша тарихымен танысайық. Алғашқы сөздік өзге тілдер сөздерін түсіндіру мақсатында ерте заманда жасалған екен. Грекияда, Үндістанда, Ресейде 13-ші ғасырдан бастап сөздіктер құрастырылды. Түркі халықтарының алғашқы сөздігі 11-ші ғасырда жазылған Махмұд Қашқаридың Диуани лұғат ат-түрік атты еңбегі саналады. Кейіннен екі тілді немесе көп тілді сөздіктер жасалды. Қазақ тілінің сөздіктері 1860 жылдардан бастап жарық көре бастады. Сөздік жасаудың әдісін, теориясын, тәжірибесін, технологиясын лексикография саласы зерттейді. Дескриптор бойынша бірінші тапсырмамыз. Кестені толтырыңыз. Сөздіктің түрлері бірінші бағанда берілген. Бұл сөздіктің түрлерімен сіздер өте жақсы таныссыздар. Енді екінші бағанға осы сөздіктердің анықтамасын жазып беріңіздер. Екінші тапсырма. Суреттерге қарап, мамандықтардың кәсіби мерекесі туралы жазыңыз. Ол үшін 5-5-1 әдісін қолданамыз. Яғни, суреттерге қарап, 5 сөйлем,
Одан кейін 5 сөз және 1 сөзді жазып, кәсіби мереке туралы сипаттама беріңіздер. Үшінші тапсырма жұптастыру. Бірінші бағанда берілген сөйлемдерге екінші бағандағы сәйкес келетін сөздерді табыңыздар. Төртінші тапсырма. Мәтінді оқимыз. Берілген мәтінге қарап, өз мамандықтарыңыздың кәсіби мерекесі туралы жазамыз. Сіздерге берілетін үй тапсырмасы. Досыңызға, жолдасыңызға өз кәсіби мерекесі мен құттықтап тілек жазыңыз. Бүгінгі сабағымызға 3Q әдісі бойынша рефлексия жасаймыз. Мен үшін құнды, қызық, қиын болған кезеңді сипаттаңыз. Платонус бағдарламасында сіздердің бүгінгі тапсырмаларыңызбен кері байланыстарыңызды күтемін. Назарларыңызға рахмет. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.